Бүгін біз сіздермен 3D аватар жасауды үйренеміз. Pixartқа кіреміз. Pixartқа кіргеннен кейін мен арнайы сурет дайындап қойдым. Сол суретті жасағайын. Енді мына жерде көріп тұрсаңыздар, сіздерде де бәрібір суретте жаңағы арттарыңызда фон болады. Үй болады, не болмаса тағы бірдеңе болады, кедергі келтіріп тұрған адамдар болады арт жақтарыңызда. Оны қалай алып тастау, не болмаса шкафтың суреті болады, оны қалай алып тастауға болады. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мына жерде қайшыны көріп тұрсыздар ғой, вырезать. Вырез деп тұрады. Вырезать басамыз. Мына адамның суретін басамыз. Ешқандай қиын ештеңкесі жоқ. Соны басқаннан кейін автоматты түрде қазір ол бізге қиып беріп жатыр. Мінеге. Енді мен телефоным түсіп қалды. Енді оны қайтып бояймыз. Телефон қолымнан түсіп қалды. Өткенде әлгі стикер жасай салдық қой қайшыдан. Иконка, жай иконка қарапайым. Сол кезде бір комментарийға жазыпты. Сенің иконкаң онша емес қалды. Мен енді оны жұмыс барысын көрсету мақсатында жасадым ғой, себебі оның барлығын әрлеп сәндеп отырса уақыт кетеді. Ал уақыт дегенің бұл жерде қарасаңыздар 1.25. Уақыт дегенің мегабайт, және де ол адам жалықтырып жіберетін ұзақ әңгіме. Сондықтан оны қатты неміз жоқ, күшіміз салған жоқпыз. Сондықтан қатты сөкпеңіздер, егер тағы да бір нәрсе болып жатса әрине. Енді ары қарай қарасаңыздар, мына көзді, мына жерде көзді бассаңыздар, көрдіңіздер ме, шеттерінде ақтарды көрсетіп қайтадан бассақ жоғалып кетеді. Енді бізге мына ақтарды қалай өшіруге болады? Өшіргішті басамыз. Мына жерден жаңағы мынау резкость өте анық. Мына кішкене қарайтамыз, 85. Размерін кішірейтеміз. Өйткені жерде өте көп жұмыс тұр. Мен жаңағы ерінбей жасайын. Прямо қатты уақыт бермесек те, бірақ та жаңағы анау андай әңгімелер қайталанбасын деген сияқты. Сен өзіңдегі аватарың онша мысалы қалтып тағы бір айтып жатсам мысалға. Сондықтан осылай отырайық ақырындап кішкене. Жұмыс барысын көрсетейік жай. Мен ағарай қазір көп отырмайым. Что осылай жасау керек тасканайна. Неге негізі осылай жасау керек жұмысты. Не қолмен былай екі жаққа тартып жүрсеңіздер, увеличить етіп үлкейтіп береді сіздерге. Содан кейін осының барлығын өшіру керек сіздерге. Мына шетіндегі кішкентай аяқтар ол ештеңе етпейді. Өйткені бұл Инстаграмдағы аватар. Бұл қатты бір тырысып та керек емес, шыны керек. Мен жай сондай комментатор адамдар болады екен, сондықтан кішкене көрсетіп берейін. Қалай айтады әгі? Бардан жоқты іздейтін адамдар маған қалай айтсам екен? Жарайды енді. Ол кісі өзі үйреніп алып пайдаланса қуанам бәрібір. Осылай өшіріп, аккуратно. Кейде болады әрине, былай шетіне бастаған жақсы да, өйткені сен уже көзіңменен үйрене бастайсың. Сен ластигіңнің қаншалықты үлкен екен, ішіне былай кіріп кетпейтін. Егер осылай ішіне кіріп кетіп жатса, мына жерде екен азат деген бар, бір-ақ рет басасыздар. Болды, қалпына келеді. Қайталап айтамын, бұл Инстаграм аватар болғандықтан бұл жерде өте қатты бір сондай бір күш салып, шаршап керек емес. Инстаграм аватар кішкентай себебі. Неге? Мынандай жерлер үлкен ғой, көріп тұрса сіздердің размерлеріңіз осындай ғана. Кішкене қатайтып 94 көтеріп тез-тез болып жасау үшін әрине. Мен мысалы тізесін кішкене жеп қойдым. Осылай істесеңіздер болады. Ал кішкентай жерді қайтадан ластикті кішкене щеткасын азайтамыз да, размерін кішірейтіп өшіреміз. Түсінген шығарсыздар, Инстаграм емес, Pixartта да кейбір процестер өте қиын процестер компьютермен жасалатын бар, бірақ та телефон болғаннан кейін бұл кішкене қалай айтсам екен сіздерге айырмашылығы бар жермен көптей қиындау. Шаш амал жоқ, шашты компьютер емес, фотошоп емес, қиясыздар. Шашын тарап жүрмейтін қыздың шашын әдемі тарап укладка жасап беріп жатырсыздар. Міне кішкене мына шетін ойып тастадық, сондықтан кішкене былай алып тастайық, жоғары жақтарын көрмес үшін ойығы. В принципе, уже болып қалдық. Түсінікті болды деп ойлаймын. Егер қазір әлі бар болса, мен өшірмей қояйын. Уже жоқта қалмақты да. Мінеке, болды. Жақсы болды бізде барлығы. Енді не істейсіздер? Көрдіңіздер ғой? В принципе, бәрі жақсы. Енді сохранить етесіздер.
сақталды. Мына жерде мінекей арнайы мына жердегінде мінекей қараңыздар, сызып көрсетейін. Мына стикерді қайтадан басасыздар, тексеру үшін сақталды ма. Мына жерде сохраненныйға кіреді сіздерге бірінші. Вырезанныйға кірсеңіздер, вырезанный немен, оның алдында мынау Путинді жасаған. Солай. Енді біз мінекей сақталып тұр. Демек барлығы бізде жақсы. Енді ары қарай назад басамыз қайтадан. Удалить. Удалить басып, оригиналына кіреміз қайтадан. 4 қой бізде оригинал. Көрейік таңдап. Формат квадрат. Бізде квадрат екен. Енді стикерді қайтып қоямыз бетіне. Мои стикеріға кіреміз. Мінекей. Стикерді басамыз. Стикерді басқаннан кейін мына жерде мінекей мои стикері деген бар, соны басамыз. Вырезанныйға кіреміз. Аламыз. Вуаля, мінекей. Кішкене ғана. Мінекей. Көрдіңіздер ма? Ох, қалай анимация сияқты. Некен? Біздің қыз үлкен болып тұр кішкене. Мынау ең бастысы аяғы мен тізелерін жауып тастасаңыздар, барлығы нормально болады. Көрінбейді, шашы да жаңағы қиған жалбырап тұр, барлығы да жалбырап тұр. Не себепті бұлай істедік? Қазір түсіне бастайсыздар. Енді бұдан кейін біз мынау сіздер байқап тұрсыздар ғой, мінекей мынандай төртбұрыштар тұр ғой. Төртбұрыш рамкасы тұр бұның. Любой саусағыңызды алып, любой мына қараңғы жерге баса саласыздар. Басқан кезде жоғалып кетеді да, мына жердегі функция өзгереді. Қараңыздар. Мынандай кезде былай тұр мінекей. Қиылған суреттің операциялары тұр. Прозрачность жаңағы, эффект жаңағы. Эффект бізге керек емес. Поворот мысалға мінекей. Бұл қиылған суретке меню. Енді мына қараңғы жерге басқан кезде жалпы меню шығады. Сол жалпы менюда стикерді басамыз. Стикерді басамыз да қайтадан поискке, кешіріңіздер, стикерді басып поискке кіреміз қайтадан. Поискке Instagram колечко деп жазамыз. Instagram колечкадан мен мынаны таңдайын, әдейі күрделсін, что көрсету үшін сіздерге. Instagram колечкадан таңдадық қой. Енді қараңыздар, мына жерде екі не бар бізде. Өшіргіш тұр, өшіргішті басып ортасындағы өшіріп тастауға болады. Көрдіңіздер ма? Не болмаса, негізі қойса да жақсы сияқты. Қазір себебі күшті бірге келіп тұр. Осыны өшіріп болғаннан кейін, операция жасағаннан кейін, мына жерде галочка тұрады. Бассаңыздар, қайтып артқа апарады сіздерді. Сонымен осы Инстаграмның ортасын өшірмей алып көрейік. Так, тізесін кішкене шығарайық біз, Бұл жерде қайтадан мыналармен енді ойнаймыз. Осы екеуі көп рөл атқарады бізде қазір. Мынау слой, жаңағы слойды копиясын жасау, астына түсіру деген сияқты. Мысалға астыға түсірсе былай болып кетеді. Вау деп атқан шығарсыздар, енді түсініп жатырмыз деп. Енді бізге Инстаграмның жаңағы рамкасын копировать ету керек. Дублировать етіп қолмен ортаға жылыстамыз. Тура жаңағы рамкамен бір-біріне сәйкес келген кезде бізде мынандай көк сызықтар пайда болады. Көрініп тұр ғой, бұл қазір қарындашпен көрінбейді, өкінішке орай. Мінекей қараңыз, ортасында көк сызық. Енді көлденеңінен, яғни екеуі тура ортасында бірігіп тұр деген сөз. Енді қараңыздар, бір Инстаграмның слойы қыздың артында, біреуі алдында. Жаңа айттым ғой, мына екеуімен көп рөл ойнаймыз деп. Енді өшіргішті таңдаймыз. Өшіргішті таңдаймыз да, негізі менің ойымша жарайды, көрейік. Мен негізі қызды шығарсам ба деп ойланып қалдым да, өйткені негізі дұрыс, осы операцияда нормально. Енді қараңыздар, өшіреміз. Ничего страшного, егер сіздер бір солай артқа шығып, шетін аккуратно емес былай етіп тастасаңыздар да ештеңе етпейді. Не себепті? Себебі бізде бір Инстаграмның суреті артында тұр да, қыздың, біреу бетінде тұр, бізге бетінде алып тастау керек. Сондықтан бетіндегісін қалай болса солай алып тастасаңыздар да болады. Қараңыздар. Қалай? Ұнап жатыр ма? Ұнамауы мүмкін емес. Мінекей, ешқандай қиынсыз. Қыздың тізесін, негізі тізесін шығарғым келді мен. Тізесін шығаратын да шығармыз. Әдемі болады да себебі. Мінекей, вуаля, дайын. Тізесін жауып тастасаңыздар да болады. Мінекей, қазір назадпен басасыздар. Көріп тұрған шығарсыздар, мен назадты басып атқанымды. Мынаны. Әне. Бұл енді 3D, не себепті 3D? Сурет бетіне қарай шығып тұрған сияқты көрінген кезде 3D болады.
Мінекей осы 3D деп аталады. Егер ана дизайн өшіріп тастасаңыздар, ол 3D емес, ол как Instagram рамка артында қалып қойған сурет болады. Енді мінекей принципі былай болды біздің операциямыз. Өшіріп тастағандарды көрсетіп жатыр. Сіздерді құттықтаймын. Тағы бір әдісті үйреніп алдыңыздар. Тамаша. 3D иконка жасауды, активный ссылка статусқа қоятын, жай иконка жасауды үйрендіңіздер. Рамкаға, жаңағы шаблондарға қалай сурет қою керек екенін үйрендіңіздер. Бесконечный лентаны қалай 9 бөлікке, қанша тағы 36 бөлікке бөлуді үйрендіңіздер. Бүгін мінекей 3D иконка, 3D аватар жасауды үйрендіңіздер.